Ашытқылы қамыр ұн, су және ашытқыдан жасалатын жартылай тағам. Ақырғы тағам түріне байланысты тұз, қант, сүт, май және жеміс қосылады. Ашытқылы қамырды пешке немесе майға, буға немесе ыстық суда пісіреді. Бұл ретте ашытқылы қамыр көлемі өседі. Бұндай қамырды пісіруден бұрын қойып қою қажет. Мынадай түрлері болады. Ашытқылы астықты қамыр, нан және нан бұйымдарын дайындау үшін. Ашытқылы тоқаш қамыры, тоқаш нан бұйымдарын және кондитерлік бұйымдар пісіру үшін. Мысалы, кекстер үшін. Ашытқылы қамыр самса, бәліш, тоқаш пісіруге қолданылады. Оны дайындаудың екі әдісі бар. Ашытқылы және ашытқысыз. Ашытқысыз әдіспен қамырға аз мөлшерде май, қант, жұмыртқа қосу арқылы дайындайды. Ашытқылы әдісте тоқаш нан бұйымдарын көбірек қосады.